Бүгінгі тақырыбымыз бұл сабақтың тақырыбы CSD vs MSS дейді. MSS білесіздер, білесіздер, білмейсіздер, оның басқаша атауы бар. Church дейді, change of character дейді, или boss просто. Соған қарсы екінші нәрсесі бар, CSD дейді. Change in state of delivery деген неде. Şimdi қараңыздар, біздер слом жасаған кезде фракталдан аламыз, фракталға закреп берген кезде біз соны MSS дейміз, немесе church дейміз, boss дейміз, яғни фракталға закреп беру керек. Егер ол фракталға закреп бермесе, ол бізде саналмайды MSS бойынша. Бірақ бізде CSD басқаша шамалы. Дәл осындай жағдай. Просто бізде уже фракталдан емес CSD'ді. Именно мына жердегі телосы бар ғой, мына жердегі телосы, соған закреп берсе болды міне. Мысалы, мына свеча болмаса да, все мынаған закреп беріп тұр ғой міне. Мына свеча болмаса да, мына свечаға закреп берді ма, все, ол CSD болды деп саналады. Яғни change in state of delivery, доставка несі өзгерді дейді да. Енді қараңыздар, ол не үшін CSD-дің несі? Көп жағдайда осылай CSD болады да, бірақ мына несі фитилі ұзын болуы мүмкін көп жағдайда. Не бермейді, MSS жаңағыдай бос чоч бермейді да, бірақ CSD беріп қайтып барып аппаратына ликвиднысын алып, мына жерде сосын кетіп қалады. Сондықтан чоч күткен кезде, MSS күткен кезде біз нені көп сделкаларды пропускать етіп аламыз. Түсіндіңіздер ғой, сол үшін біздің қазіргі мына үйретейін деп жатқан SRT-дің өзіміздің бір немізде, қалай айтуға болады, методикамызда CSD қолданамыз. Енді жерде де көрдіңіздер ғой да, астынан ликвидность шешті. Мына жерде міне MSS болу керек. Именно CSD-ді күтеміз. CSD күтеміз, и сол жерден ход жасаса болады мына жерден. CSD-ға келеді, бұл жағдайда, немесе ордер блокқа да келетін уақыттар болады. Оны дальнейшем мысалдармен көрсетемін. Мына жерде сол шортқа қараймын. CSD, именно бүгінгі сабақтың мақсаты сол нені анықтау. Міне келді, bullish төмен қарай келді, определенный ликвидность шешті, разворот жасады, и мына жерде все. Ол фрактал шешті ма, не біз қарамаймыз, тек денесін перекрывать етсе болды. Яғни денесіне закреп берсе болды, ол уже CSD болған болса саналады. И біз определенный точка входымызды іздейміз сол жерде бастап. И мына жерде шортқа да солай. Денесімен перекрывать етті, мына жерде денесін. Бірінші фрактал, бірінші свинг точканы. Все, уже біз точка қараймыз. Ол мына жерде, мысалы, мына жерде былай тұрса, мына фитилі ше, былай тұрса. Біз оның фитилін күтіп отырсақ, міне, уже входты пропускать етіп аламыз. Точка входын. Сондықтан біздің осы жүйеде CSD-ді қолдану өте маңызды. Бұйыртса, мына жерде келесі сабақта уже нені береміз. Өзіміздің қолданатын методиканың несін жаңағы істейміз. CSD-ді қолданатын методикасын береміз. Бүгін осы сабақта тек CSD мен MSS-дің разницасын білсеңіздер болды. Түсінсеңіздер болды.